Жуасбек деген жаңадан келген қылмыскер басқалардан көп таяқ жей берген соң, осындағы ең мықты қылмыскердің бірі болған Мықтыбекті іздеп келіп, мені шәкірттік алсаңыз бола ма деп сұрайды. Әсілінде бұл Мықтыбек кезінде ережесіз жекпе-жектің чемпионы болып, бір ретте 3-1 бұзақымен төбелесіп қалып, өзін қорғау үшін үшеуін де қаттырып жібергендіктен үшеуі де өліп, ал Мықтыбек түрмеге түскен екен. Жуасбектің өзіне шәкірт болғысы келетінін естіген Мықтыбек, неғып маған шәкірт болғың келіп жүр деп сұрап еді. Жуасбек оған мен тек алаңсыз күн өткізгім келеді, бірақ қазір қылаяқ өзімді қорғай алмай жүрмін дегенмен, Мықтыбек оның сөздің соңын күтпестен артына бұрылған бойдан жүгіре жөнеліп еді. Жуасбек бір жағынан оның артына ілесіп, тағы бір жағынан бұрын басқалар мені басынса олардан қашқалақтайтынмын, себебі таяқ жегім келмейтін. Бірақ осы әлжуаздығым бүгінгі күні басыма пәле боп тиіп, қазір шыбын жанымды қоярға тыныштық таба алмай қалдым. Ежелден біреуге артық бір ауыз сөз айтпасам да, бүгінгі күні иттің күнін көріп жүрмін. Бірақ енді бұлайша өмір сүргім келмейді деп зарлағандықтан Мықтыбек артына қайырылып, егер менің шәкіртім болғың келсе, онда әуелі майданда 40 минут ішінде 100 рет айналып шық, сонда ойласып көрейін деп еді. Бұл орайды қолдан жібергісі келмеген Жуасбек жүгірісін бастап, майданда 30 рет айналғанда тынысы тарылып, 40 рет айналғанда екі аяғынан қал кетіп тірілдеп, 50 рет айналғанда өзінің бұрынғы таяқ жеген кездерін ойлап, 70 рет айналғанда бүкіл өне бойынан қал кетіп тәнтіректеп, Мықтыбек жүгіре алмасаң вазгеш деп айғайлап еді. Бірақ Жуасбек еш тоқтамастан жалғасты жүгіріп, майданды 80 рет айналғанда жығылып, ес-ақыл ауысқанша құсып, өзінің баяғыда мектепте елден таяқ жеп қорыққанынан сымына қоя беріп тастағанын әр кезінде өзін өзі өлтіріп алмақ болып қол сала алмағанын ойлайды. Ал тіпті де қазақша киноларды көрмекші болса, сол жақ аяқ жақтағы жалғанауды басып, шалқар кескін деталын түсіріп алып көрсеңіз болады. Жуасбек осылайдан түрмеден шыққаныңды күтем деген содырды және күнде соққының астына алып жүрген қабандарды ойлап, соңғы күшін бойына жиып жалғасты жүгіріп, майданда нақ 100 рет айналып болғанда ес-ақылы мүлдем ауысып жығылып еді. Мықтыбек көріп оны сүйіп алумен бірге көз алдындағы осы бір әлжуаз жігітке іштей мойындап қалады. Көп өтпей Мықтыбек оны ресми түрде машыққа салып, алғаш бір ретте түрмек тарта алмаған Жуасбекке Мықтыбек қатаң талап қойып, күнді түнге жылғап машықтандырады. Бір күні қабандар Жуасбекті бір жерге алып келіп тағы да сабамақ болғанымен, бірақ бұл жолы Жуасбек оның жұдырығынан қорғанып барып, қабанды жақтан бүріп тастап еді. Бұдан ашуланған қабан шапаны шеше сала Жуасбекке атылып, екеуі әй-шайға да қарамастан айқаса кетеді. Осылайдан екеуі біраз айқасып, қабан күштірек болғандықтан Жуасбектен үстем түсіп, Жуасбекті соққының астына алумен бірге бүріп қалдыра салады. Фильм ұнаса ақша жүк беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.